Жаттығулар жасау арқылы да қант диабетінің алдын алуға болады. Қандағы қант мөлшерін қай спорт түрі азайтады? Негізінен қант диабеті жас таңдамайтын аурудың бірі. Оны білікті мамандардың көмегімен емдеуге болады. Әйтсе де, өзіңіз де қарап отырмай ауруды асқындырмауға әрекет еткеніңіз дұрыс. Ол қалай? Мысалы, қант диабеті диагнозы бар, әсіресе екінші типтегі диабет. Адамдардың 90%-ында семіздік белгісі бар. Ал медицина мамандары артық салмақты кеміту арқылы қандағы қант мөлшерін азайтуға болатынын айтады. Ендеше, ауруды емдеу үшін және оның алдын алу мақсатында міндетті түрде спортты күн тәртібіне қосқаныңыз дұрыс. Алайда, диабетиктерге барлық спорт түрі рұқсат етілмейді. Сонда қант диабетімен ауыратындар қай спорт түрімен айналысуға болады? Мамандар іріктеген жаттығуларды саралап назарларыңызға ұсынамын. Өзіңізге ыңғайлысын таңдап, орындап көріңіз. Біріншісі – жүзу. Суда жүзу ең жеңіл әрі пайдасы зор жаттығу. Су ішінде дененің салмағы байқалмайды. Бұлшықеттерді шынықтыруда қиындық туғызбайды. Және де жүрекке салмақ түсірмейді. Су кез келген жаттығуды жеңілдетеді. Буындарға түсетін қысымды азайтады. Сондықтан да бұл салмағы шамадан көп адамға да, жүкті әйелдерге де, жүрек дерті бар науқастарға да таптырмас спорт түрі делінеді. Бұл спорт түрімен жылдың 4 мезгілінде де шұғылдануға болады. Келесі билеу. Кез келген би дененің бүкіл бұлшықетін қимыл қозғалысқа түсіреді. Сонымен бірге қан айналымды жақсартып, тыныс алуды белсендендіреді. Соның салдарынан калория тез жанып, салмақ жоғалады. Билеу үшін арнайы видеосабақ көрудің де, тренер жалдаудың да қажеті жоқ. Ұялы телефоныңызға интернеттен өзіңізге ұнайтын музыканы тартып алып, кез келген уақытта қосып, әуен ырғағымен бірге қимылдай бересіз. Денеңізге ерік беріңіз және музыкамен бірге ырғалған тәніңізге еріп отырсаңыз болғаны. Келесі жаяу жүру. Бұл барлық адамға пайдалы және ешқандай күш, салмақ түсірмейтін оңай спорттың түрі. Жан мен тән саулығы үшін түрлі дене жаттығуына бөлек, әркім күніне кем дегенде жарты сағат жаяу жүру керек. Небәрі жарты сағат. Егер жүрудің денсаулығыңызға пайдасын білетін болсаңыз, көбірек жаяу жүретін едіңіз. Өйткені жүрген кезде барлық бұлшықет қозғалысқа түседі. Ішек, қарын, тыныс алу мүшелерінің жұмысы жақсарады. Йога. Қант диабеті қандағы қант мөлшерінің көбеюінен анықталғанымен, ол қант көп жегеннен пайда болмайды. Ол бірінші жүйке жүйесіне ауыр психологиялық, яғни уайым, күйзеліс, жабығу, өкіну, реніш, тағы басқа сияқты салмақ түскеннен туады. Сондықтан күніне 1 сәт адам қарбалас тіршіліктер мен мәселелерден, у-шудан, ойын, санасын тынықтырып отырғаны дұрыс. Ол үшін йога жаттығулары ұсынылады екен. Өйткені ол тән мен жанды және рухты бірдей тыныштандыра алады. Йога жаттығулары омыртқаны қатып қалудан сақтайды, буындары иілгіш етеді. Дәл сол сияқты жүйке жүйесінде иіп, адамды сабырлы қалыпқа түсіреді. Күнде 10-20 минут йога жаттығуларына арнайтын адам өз эмоцияларын тізгіндеп ұстап бақылай алатын болады. Келесі тайчи. Тайчи бұл Қытай халқының ғасырлар бойы сақталып дәстүрге айналған жекпе-жек өнері екен. Бұл жаттығудың тамыры дәстүрлі Қытай медицинасына басталады. Яғни денсаулыққа пайдасы орасан. Орындалуы да жеңіл әрі би қимылдарына ұқсайтындықтан кез келген жастағы адамға орындау қиын емес. Келесі пилатес. Пилатес жаттығуларының көпшілігі жатып орындалады. Сондықтан да ол оңай көрінеді. Мамандар пилатес жаттығуларымен айналысатындарда қант мөлшері бірқалыпты болатынын айтады. Өйткені пилатес салмақ пен қант құрамындағы глюкозаны азайтады. Сонымен қатар жүрекке де өте пайдалы. Ал диабетиктерде көбінесе жүрек қан тамырлар дерттері жиі кездеседі. Гимнастика. Гимнастика жаттығуларын күнде орындап жүрген боларсыз. Иә, отырып тұру, тізені бүкпей алға еңкею, қолды еденге жеткізу, шалқаю, белді айналдыру, аяқтарды сермеу, мойынды бұру, отырып жүру және тағы басқалары. Бұлар денені қыздыру жаттығулары деп те атауға болады. Егер күнде таңертең және кешкі, яғни 2 мезгіл 10 минуттан гимнастикамен шұғылданатын болсаңыз, көңіл күйіңіз үнемі көтеріңкі болып, ұйқыңыз тыныш болады. Және де сергек жүресіз. Ал жақсы көңіл күй стресске қарсы тұратын бірден-бір қорған. Күніне неше минут? Американдық диабетикалық ассоциациясының нұсқауынша
Физикалық дене мен қан құрамын қалыпты ұстау үшін спортпен аптасына 150 минут, шамамен 2,5 сағат немесе әр күні 20 минут шұғылданған абзал дейді.